қазақстандықтар үшін өте жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Қазақстандықтар наурыз айында 12 күн демалады. Қазақстанда 2 кесте жұмыс істейтін жарты ай жуық демалатын болды. 4 күндік демалыс 2 мереке. Наурыз 8 наурыз халықаралық әйелдер күні, наурыз мейрамына байланысты берілген. 8 наурыз сәрсенбіге сәйкес келеді. Наурыз 21-23 наурызда жұмыс күндері сенбі, серсенбі және бейсенбі күндеріне сәйкес келеді. Осылайша жұмыс істейтін күндер демалыстар күндері 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26 наурыз күндеріне сай келеді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қосқан жағдайда бір ғана лайкыңызды аянбаңыздар.